Қыздар, егер де сіздерге қазір 30 жастан көп болса, бұл жаста қазір сіздерде гормоналды өзгерістер болатын кез, және сіздер әлі де әдемісіздер. Бірақ бұл сұлулықтарыңызды көптеген жылдар бойы сақтағанға өте маңызды. Ал егер де сіз 40-45 жастан асқан болсаңыз, бұл да әдемі жас. Бірақ көптеген жылдар бойы әдемі күлімсіреуіңізді сақтау маңызды. Менімен келісетін шығарсыз деп үміттенемін. Неге десеңіз, ағзаларыңыз жылдан жылға әйел гормондарын аз шығарады, немесе ол мүлдем өндірмейді. Сондықтан тері тез қартаяды. Қыздар, мен бидайды өсіріп, жасыл шөбінен смузи жасаймын, жасыл коктейль. Соны сіздерге ұсынамын. Жасыл шөптің бойындағы барлық дәрумендер мен пайдалы заттар суға түседі. Сөйтіп, жасыл коктейль шығады. Смузидің құрамында көптеген мөлшерде хлорофилл бар. Хлорофиллдің молекулалық құрылымы адамдың гемоглобинінің молекулалық құрылымымен бірдей. Бұдан басқа 400-ден асқан ас қорытатын ферменттер, 96 микро-макроэлементтер, аминокышқылдар, минералдар және көптеген басқа пайдалы заттар бар. Бидайдың жасыл шөбінен жасалған смузиді саны мен сапасы жеткілікті түрде үнемі тұтынсаңыздар, тітіркенуді және аллергиялық реакцияларды басады, безеуді емдейді және тері тесіктерін тарылтады. Осының арқасында сіздің теріңіз сау көрінеді, келбет біркелкі және тартымды болады. Смузидің құрамындағы көптеген мөлшердегі хлорофилл және микро-макроэлемент, аминокышқылдар, минералдар және көптеген пайдалы заттар жасына байланысты пайда болған пигментацияларды жояды, пилингті жояды және құрғаудың алдын алады. Нәтижесінде сізде айқын, сопақ бет болады, тартылған иек, тегіс және жылтыр келбет. Сіз әдемі және өзіңізге сенімді боласыз. Бидайдың жасыл шөбінен жасалған смузи коллагендің өндірісін ынталандырады. Жастар ақуызын, ол өмірлік қажет біздің организмге. Ол теріге серпімділік береді және ерте қартаюды болдырмайды. Эпидермальды жасуша функциясын жаңаруына тездетеді. Осының арқасында тері құрылымы тез қалпына келеді. Сіздің теріңіз тегіс, тартылған және балғын болады. Бұның барлығы сізге бұрынғы тартымдылықты және жан тыныштықты табуға мүмкіндік береді. Бидайдың жасыл шөбінен жасалған смузи бұл беттің түсін қалпына келтіреді және жасартады, әжімдерді кетіреді. Шаршағандың белгілерін және жасқа байланысты терінің өзгеруін, осының барлығы мүмкін. Егер де сіз бидайдың жасыл шөбінен жасалған смузиді саны мен сапасы жеткілікті түрде үнемі тұтынсаңыздар, смузидің құрамындағы дәрумендер мен көптеген пайдалы заттар қанға сіңеді. Қандың ағынымен олар терінің терең қабықтарына түседі және проблемалық аймақтарда керекті заттардың жоғары концентрациясы пайда болады. Бұл сізге ұзақ уақыт бойы әдемі және тартымды болып көрінуге мүмкіндік береді. Ал енді сіздерге бидайдың жасыл шөбінен жасалған смузидің қолдану тәсілін айтып кетемін. Біздің ас қорыту жүйеміз асқазан мен ішек жолдары тез қабылдап үйреніп кету үшін бұл сусынды аздап ішу керек. 200 грамм жылы смузиді тамақтың алдында жарты сағат бұрын 3 уақыт ішу керек. Бір жұмадан кейін асқазан мен ішек жолдары қабылдап үйреніп кеткеннен кейін смузидің күнделікті ішетін көлемін көбейтуге болады. Саны мен сапасы жеткілікті түрде үнемі ішуге ұсынылады. Достар, бұл Құдайдың берген бізге керемет табиғи сусын. Ол сіздің денсаулығыңыз бен туған туысқандарыңыздың денсаулығына қамқорлық жасайды. Достар, Алмас Дүкенбайұлы деген менің YouTube арнамда осы бейнені көруге ұсынамын. Зиянды патогенді бактериялар мен пайдалы симбиотикалық бактериялар туралы көп нәрсе түсінікті болады. Достар, егер де бейнедегі көрген, естіген сізге пайдалы болса, онда достарыңызға, туған туысқандарыңызға, таныстарыңызға осы роликті таратып жіберіңіз. Және аямай жомарт екендеріңізді білдіріп, лайкты басып, Алмас Дүкенбайұлы деген YouTube арнама жазылып, қоңыраушаны басып отырыңыздар. Және комментарий арқылы кері байланысқа шығыңыздар. Сау болыңыздар.